Осындай есептер ұбт-да есептерінде кездеседі. Енді осы жерде кейбір оқушылардың ескермейтін формуласы бар. Сол үнемі сол формуланы оқушыларға ескертіп отырсаңдар, мына есеп оңай есеп болып есептеледі. Бұл формула арк косинус x плюс арк синус x тең болады пи бөлу 2. Мына формуланы білген оқушы енді арк синустың орнына арк синус x тең болады пи бөлу 2 минус арк косинус x. Осыны мұна арк синустың орнына қойғанда 3 арк косинус x плюс пи бөлу 2 минус арк косинус x тең болады 5 пи тің 6-ға қатынасы. 3 арк косинустен 1 арк косинус табғанда 2 арк косинус x тең 5 пи минус пи бөлу 2. Осы жерден енді ортақ бөлім береміз. Сол кезде арк косинус x тең 2 пи 3 пи болады, 5 пиден 3 пиді аламыз ғой, 2 пи ғой, 6. Бөлеміз 2-ге. Сол кезде арк косинус x тең болады. Мынау мен мынау 3-ке, мынау 1-ге, пи бөлу 3 көбейту 2-ден 1 болады. Сонда арк косинус x тең болады пи бөлу 6. Пи бөлу 6 болады. Енді бұл жерден x тең болады түбір асты 3 бөлу 2. Жауабы түбір асты 3 бөлу 2.